Сәлем қыздар, бүгін үй жағдайында наггетсы дайындайтын боламыз. Дәмі ерекше шығады. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар, екі түрлі наггетсы дайындадым. Және мен ең бірінші осы наггетсы клярен дайындауды үйретемін. Алдымен осындай тауықтың төс етін аласыздар да, ұзынша және жіңішке етіп жақсылап турап шығасыздар. Барлық төс етті турап болғаннан кейін үстіне бұрышын, тұзын салып, мыжып, араластырып 20 минутқа қоясыздар. Оған дейін қоспасын жасаймыз. Дайын қоспа алдым. Дәл осындай, осының жасыл түсі де болады. Балдарға дайындасаңыз жасыл түсін қолданыңыздар. Мынау тым ашылау болады. Дәл осылай екі ыдысқа бөліп ұнтақты құясыздар да, бір ыдысына жарты жылы су құйып, дәл осылай бір масса етіп араластырып аласыздар. Сұйық массаны, сосын наггетсыларды бірінші сұйық масса, сосын қою масса, құрғақ массаға салып, дәл осылай дайындап аласыздар. Енді піскен осындай дайын қызып тұрған табаға наггетсыларды салып пісіресіздер. Газдың асты тым қатты немесе тым жай болып қалмасын, қыздар. Дәл осылай пісіріп, өзіңізге ұнаған формаға, жаңағы қызыл, сарғы түске келген кездерде қайтадан сүзіп алсаңыздар болады. Және де қыздар, менің арнама жазылып, лайк басып, подписка жасап кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерден кері байланыс күтемін, және сіздер де менен керемет видео рецептер күтетін болыңыздар. Дәл осылай сүзіп аласыздар да наггетстерді, міне керемет дәмді наггетсылар шығады. Қытырлақ болады, қызыл түсі кішкене ащы шықты. Сонда да дәмі ерекше. Қараңыздар, жұмсақ болып піскен, іші піспей қалады деп қорықпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер және комментарийге отзыв жазыңыздар. Енді дәл осындай ұнға аунатылған наггетс жасауды үйрететін боламын. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Бұны ең алдымен бір дана жұмыртқаның үстіне тұзын салып, жақсылап араластырып қоясыздар. Енді осы тауықтың етіне осылай ұндайсыздар. Міндетті түрде тауықтың шет-шетін барлығын ұн тию керек. Енді жаңағы қызған табаға дәл осы видеода көрсетілгендей ұнға аунатылған, алдын ала аунатылған тауықтың етін жұмыртқаға саласыздар да, қайтадан ұнға салып, сосын барып майға салып пісіретін боласыздар. Менің майды алдын ала наггетсы кляре дайындағандықтан майым осындай таза болмай қалды. Сіздер таза маймен ауыстырып істесеңіздер де болады. Оттың асты қатты тұруы міндетті. Міне осындай керемет наггетсылар дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі ерекше, әдемі шығады, тұзы да жақсы сіңген болады. Және де қыздар, менің арнама жазылып, лайк басып кетуді міндетті түрде ұмытпаңыздар. Міне көріңіздер, кетчуппен енді қалаған нәрсемен жей бересіздер. Үйіңізде жаңағы қоспа немесе консервіші сухари болмай қалса, дәл осылай жасай берсеңіздер болады. Міне керемет дәмді шығады. Рахмет, ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.